Қазақстанда 1.200.000-нан астам кәсіпорын жеке кәсіпкер жұмыс жасайды. Олар шығарған өнім қазір біздің ел алыс жақын шетелдер нарығына шығып, ел қазынасына мол қаражат түсіріп отырғанын айта кету керек. Бұл тұрғыда ұлттық кәсіпкерлер палатасы қандай нақты жұмыстар атқарып жатыр? Бағдарлама қонағынан сұрап білейік. Өзек жарды эфирде армысыздар. Нұржан Әлтаев, ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары. Жалпына шағын және орта бизнес саласында бізде 3 миллионға жуық адам еңбек етеді. Былай қарасақ аз емес. Енді 2050 жылға таман бұл көрсеткішті 50% көрсеткіштен кем болмау керек деп президент тапсырма беріп жатыр. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Осы тұрғыда енді бүгінгі есеппен қарасақ 17 миллионнан астам халықтың 7-8 миллионы кәсіпкерлікпен айналысу керек. Қазіргі жұмыс қалай енді? Сіз өте дұрыс айттыңыз. 3 миллионға жуық адам қазір осы шағын және орта бизнес секторында жұмыс жасап жатыр. Ол мынау барлық біздің Қазақстандықтың еңбекке қабілеті бар азаматтардың 3-тен 1. 3-тен 1. Егер 9 миллион еңбекке қабілетті адамдар болатын болса, соның 3 миллионы қазір шағын және орта бизнесте жұмыс істеп жатыр. Бұл енді біз үшін, ұлттық кәсіпкерлер палатасы үшін, жалпы мемлекет үшін өте маңызды сала. Сондықтан елбасының біздің алдымызда, үкіметтің алдында қойып отқан мәселелердің бірі, ол осы шағын және орта бизнестің шығарып жатқан өнімін жалпы ұлттық өнімнің 50%-на дейін жеткізу. Бұл өте үлкен мәселе. Оны біз ұлттық кәсіпкерлер палатасы біздің ойымызша екі жолмен бұны жасауға. Бұл межеге жетуге болады. Ең біріншісі, мынау қазір осы кәсіпкерлікпен айналыспаған, жұмыссыз жүрген, немесе самозанятый дейміз ғой. Сол азаматтарды, әсіресе мынау ауылдық жақтарда, сол азаматтарды кәсіпкерлікке, бизнеске тарту. Ол үшін осы жылы, ағымдағы жылы әр аудан орталықтарында Қазақстан бойынша біз кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары және кәсіпкерлік мектептерін ашайын деп отырмыз. Бұл енді кешіріңіз, облыстарда ма, жалпына қала аудандарда да ма? Аудан орталықтарында. Жақсы бастама екен. Аудандық орталықтарында. Өйткені мынау ауылдық жақта тұрғындар, олар жаңа кейбір кезде облыс орталығына келуге мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан аудан орталықтарында осы кәсіпкерлер мектебінде неден бастау керек, қалай бастау керек, қандай қадамдар. Мынау шағын бір жылыжай салу үшін, немесе шағын бір іс бастау үшін неден бастау керек, қалай бастау керек, қаражатты қайдан алу керек, мемлекеттік органдар тарапынан қандай рұқсатнама алу керек. Соның бәрін жаңа консультациялар бір орталықтан берілетін болады. Ол жерге кіріп, сізге ИП-ні ашуға да көмектеседі, немесе бір ТО, бірдеме ашатын болсаңыз, оны да көмектеседі. Заң жағынан консультацияны береді, салық жағынан консультацияны береді, сөйтіп оқытып, ол жерде жаңа әр бір ауданда біздің өзіміздің белсенді жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер бар, олар да осыған атсалысуға көмектесуге дайын, өзінің тәжірибесімен бөлісіп, сөйтіп осы жылы біз осы жұмысты бастайын деп отырмыз. Екінші үлкен мәселе ол мынау өзімізде белсенді жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың, олардың өнімділігін арттыру. Бұл бойынша қазір мынау ұлттық кәсіпкерлер палатасы экономика министрлігімен бірлесіп қазір жаңағы бірыңғай бағдарлама дайындап отырмыз. Ол бағдарлама осы бірінші кварталдың аяғына дейін дайындалып бітеді, одан кейін үкіметтің қаулысымен бекітіледі. Соның ішінде осы кәсіпорындардың мемлекет тарапынан осының өнімділігін көбейту үшін жаңа көмек көрсетілетін болады. Жақсы, енді жаңа Нұржан Бауыржанұлы жақсы айттыңыз, мына кәсіпкерлікпен ауыл аймақ тұрғындарын көмек көрсету, қолдау көрсету бұл енді жақсы тиімді бастама деп білеміз. Енді осы жерде бір мынадай сауал бар. Ауылдағы азаматтарға жеңілдікпен несие беру жағы қалай қарастырып жатыр? Мысалы, мына жайлау деген бағдарлама болды ғой. Мынау қазіргі таңда беріліп жатқан көмек, ол ең біріншіден жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша. Ол жерде жақсы үлкен қаражат бөлінген болатын. Әр жаңағы аудандарда, ауылдарда 3 миллион теңгеге дейін жаңа шағын кредиттер берілді. Бұл жерде бұл бағдарлама өзін жақсы жағынан көрсетіп, біраз адамдар осы қаржы арқылы қазір кәсіпкерлікпен айналысып жатыр. Бірақ тағы бір жақсы өзін кейбір өңірлерде көрсеткен бағдарлама, ол сіз дұрыс айттыңыз, мынау жайлау бағдарламасы. Ол жерде егер сіз мал шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, сізге жаңағы 10 шақты сізге қой беріп, сол қойдың жаңағы 3-4 жылдың ішінде сіз оны көбейтіп, сол
қойды қаражат есебінде емес, сол қойдың өзін қайтарасыз, ал сол қойдан жаңа қалған өнімді өзіңізге қалдырып, ары қарай сол жаңа немен айналыса бересіз. Өрістетіп дамытуға болады. Оны біз біраз өңірлерде, әсіресе Павлодар облысында, тағы бірқатар облыстарында жақсы жағынан бұл бағдарлама өзін көрсетті. Енді біз ұсыныспен шықтық. Біздің мынау Қазагро және ауыл шаруашылығы министрлігі бұл жерде қолдады. Енді қазір бәрі өңірлерде осы бағдарлама іске асырылатын болады. Солтүстік аймақтарда дедіңіз ба жаңа әсіресе? Ең бірінші солтүстік аймақтарда бұл неғылған болатын. Енді қазір мынау оңтүстік Қазақстан, оңтүстіктегі жаңа облыстарда осы бағдарламаға өте үлкен қызығушылық танытып отыр. Енді осы ағымдағы жылдан бастап бұл бағдарлама әр облыста іске асырылатын болады. Мына ұлттық палата тарапынан көктемгі іске байланысты 60 миллиард бюджетті кредит бөлу керек деген ұсыныстарды естідік біз, сіздердің сайттарыңыздан. Қандай мекемелер арқылы бөлінеді бұл қаражаттар? Тиімділігі неде? Біз қазір бұл қаражат бойынша үкіметпен, мемлекеттік органдармен жаңағы келісім сөздер жүргізіп жатырмыз. Әсіресе мынау қазір Ресей экономикасындағы жағдай, мынау Ресейдің рублі құнсызданып, сол құнсыздалған несінде салдарынан қазір олардың тауарлардың бағасы төменге түсіп кетті. Сол жаңағы төмен бағалы товарлар қазір біздің нарығымызға қаптап бара жатыр, кейбір товарлардың түрлері бойынша. Сондықтан біз қазір мемлекеттік органдарға айтып жатырмыз. Өзіміздің товар өндірушілерге қазір біз көмек көрсетуіміз керек. Субсидия арқылы, не арқылы, мынау 1-2 жыл сол көмек мемлекет тарапынан керек болады. Сондықтан біз әсіресе тамақ өндіретін жаңа кәсіпорындарға сол көмекті жаңа сұрап отырмыз. Енді жақын арада егер сол жаңа қаражат бөлінетін болса, ол екінші деңгейдегі банктер арқылы және мынау Қазагро системасы арқылы бөлінетін болады. Фермерлер қауымдастығының қатысы болады шығар бұған? Иә, әрине. Жақсы, Нұржан Бауыржанұлы, әлеуметтік желіден сауал бар. Мен несие алып, шаруа қожалығына ашқым келеді. Байқоңыр қаласынан ашқым келеді дейді. Қолда бар жылжымайтын мүлігімді Байқоңыр қаласына кәсіпкерлікпен айналысатын мекемелер ала қоймайды дейді. Қандай нақты көмек бар? Серікбай Байғожин, Байқоңыр қаласының тұрғыны дейді. Біз қазір енді жоспарлап отырған тағы бір нен айтып берейін. Осы жылы біз мынау даму кәсіпкерлік қолдау қорымен бірге осы ұлттық кәсіпкерлер палатасы бірлесіп, жаңағы мынау гарантирование дейміз ғой, кепілдендіру. Сол бойынша үлкен жұмыс жасайын деп отырмыз. Біздің ұлттық кәсіпкерлер палатасының бюджетінен де біраз жаңа қаражат бөлінейін деп отыр осыған. Ол жерде егер кейбір кәсіпкерлер, әсіресе ауылдық жақтарда, біз егер көріп білсек, жақсы жобасы бар, ол жоба ертең жақсы жұмысын жасайды. Ол кісіні егер жаңа біздің сол әр ауданда біз өздеріміздің филиалдарымызды аштық қой. Бұл жерде өңірлік аудандық кәсіпкерлер кеңестерін ашып жатырмыз. Сол егер кеңес шешетін болса, мынау кісі біз оны танимыз. Ол жақсы фермер, қолынан іс келеді. Оған ақшаны беру керек, бірақ оның жаңа кепілдігі жоқ, мүлкі жоқ. Сол кезде мынау кәсіпкерлер палатасы сол азаматтың орнына кепіл болуы мүмкін. Сол бағдарламаны біз қазір қарастырып жатырмыз. Ондай заң қазір жоқ. Негізі мынау ненің енді келісім шарттар арқылы оны жасауға болады. Бірақ біз қазір сол бойынша осыны жоспарлап отырмыз. Мынау даму қорымен егер келісетін болсақ, олар бізбен осы мәселе бойынша келісетін болса, осы бағдарламаны осы ағымдағы жылда бастаймыз. Екінші жағынан сіз білесіздер, мынау бизнес жол картасы бағдарламасы бар. Оның ішінде де кепілдендіру 20 миллион теңгеге дейін жаңа кепілдендіру қарастырылған. Бірақ ол жерде сізден ешқандай кепілдік керек емес, тек қана сол алатын соманың егер 30% өзіңізде сол қаржылай болатын болса, қалған 70%-ын мемлекет мынау банктер арқылы беруге дайын. Жақсы. Енді кедендік кодекс туралы шарт жобасына біз қарадық, 151 түзету енгіземіз деп отыр қазақстандық тарап. Енді былай айтқанда осы құжаттың басқасында жүрген осы кәсіпкерлер палатасы ғой. Нақты қандай өзгерістер кеңірек тоқталсаңыз, бұл жерде қазақстандық мүдде қаншалықты ескеріледі? Біздің кәсіпкерлер мүддесіне қатысты айтып тұрмын. Енді бұл жерде өте көп жаңа мәселелер, мынау товарлардың жаңа сертификациясы бойынша. Өйткені бізде қарап жатырмыз, енді Евразиялық одаққа Ресей, Белоруссия, Қазақстан кірді, бірақ кейбір товарлар бойынша әр мемлекет өзінің товар өндірушілерін қорғайды.
Сондықтан біз де ойлаймыз, біз де бұл жерде шетте қалмауымыз керек, өзіміздің товар өндірушілерді қорғауымыз керек. Сондықтан біз қазір осы кедендік жаңағы кодекске өзіміздің кәсіпкерлермен, товар өндірушілермен жаңағы ақылдасып, сол өзгерістерді соның ішіне кіргізіп жатырмыз. Қазір Мәскеу қаласында біздің өкілдік ашылған. Сол өкілдік арқылы біз жаңа жұмыс жасап жатырмыз. Евразиялық одақ біздің бизнесіміз үшін үлкен мүмкіндік. Өйткені қасымызда 170 миллиондық жаңа нарық жатыр. Үлкен нарық. Тек қана біздің Қазақстанның азаматтарының, тек қана Қазақстанның нарығына ғана біз жаңағы өзіміздің товарларды сата алмаймыз. Біз оны жаңағы шетелге де шығаруымыз керек, экспортқа шығаруымыз керек. Мынау Евразиялық одақ бұл өте үлкен біз үшін мүмкіндік. Әсіресе мынау тамақ өнеркәсібі жағынан. Біздің кәсіпкерлер енді осы үдеден шыға ала ма? Қазіргі әлеуеті қандай? Шыға алады. Качество жағынан, сапа жағынан біздің қазақстандық товарлар жаңағы бәсекелестік жасай алады. Мынау бізде қарап отырмыз, біраз Ресейдің товарларынан да, жаңа Украинаның, Белоруссияның товарларында кейбір жаңа әсіресе тамақ өнеркәсібі жағынан біздің товарлардың деңгейі жоғары. Бірақ қазір айтқандай, жаңа бағдарламаның басында мен айтып өттім, мынау өнімділік жағынан біз тағы да біраз бағдарламаларды іске қосуымыз керек. Кейбір кезде біздің бизнесмендер өнімділік жағына онша қарай бермейді. Егер әсіресе мынау ауыл шаруашылығын қарайтын болсақ, бізде өнімділік 2-3 мың, бір адамға 2-3 мың доллардан аспайды. Ал мынау Германия қарайтын болсақ, ол жердің ауыл шаруашылығында өнімділігі бір адамға 100 мың евродан асып кетуі мүмкін. Теріңізде болса, бізде 2013 жылы өнімділік 20-20 деген бағдарлама қабылданған болатын. Бірақ сол бағдарламаның ішінде тек қана ірі кәсіпорындарға көмек көрсетілген. Ал мынау шағын және орта бизнес, әсіресе ауыл шаруашылығы, ол шетте қалып кеткен. Сондықтан қазір біз мынау экономика министрлігімен бірге мынау жаңа бірыңғай бағдарламаны жаңа іске асырайын деп отырмыз, оны қабылдайын деп отырмыз. Сол бағдарламаның ішінде ең біріншіден осы шағын және орта бизнестің өнімділігі арттыру мәселелері қарастырылған. Әлеуметтік желіден сауал бар. Оңтүстік Қазақстан облысынанмын дейді. Фармацевтикалық өнімдер шығарумен айналысатын кәсіпкермін дейді. Бірақ қазір осы қызметті түрлендіріп, біздің өнімдерді шетел нарығына экспорттау жағы қалай дейді. Мысалы, мына өзіңіз айтқан Еуразиялық экономикалық одақтың аясында. Абылай Қосман жеке кәсіпкер. Бұл жерде айта кету керек, фармацевтика жағынан ең біріншіден ол экспорт былай тұрсын, ең біріншіден біз өзіміздің нарығымызды қамтамасыз етіп алуымыз керек. Өйткені елбасының да бұл жерде бәріміздің алдымыздан қойған жаңағы мақсаты 50%-ға дейін жаңағы осы Қазақстанда отандық нарықтағы 50% осы фармацевтика товарларының өзіміздің отандық товарлар не қылу керек. Дұрыс айттыңыз, сонымен қамтамасыз етіп алуымыз керек ішкі нарықты. Бізде әлі үлкен ірі кәсіпорындар өте кемде кем. Бізді санап көрсек, 5-6 жаңағы өзіміздің неміз бар, кәсіпорындарымыз бар, үлкен осы фармацевтикалық товарларды өндіретін. Әсіресе оңтүстік Қазақстан облысында жақсы дамыған. Біз енді мынау ГПФИР бағдарламасының ішінде де бұл оңтүстік Қазақстан облысы үшін басым бағыт болып саналады, осы фармацевтиканы дамыту. Индустриалды инновациялық бағдарлама бойынша. Оның ішінде де біраз қазір қаражат көрсетілген, бірақ мен ойлаймын, ең біріншіден өзіміздің нарықты қамтамасыз етіп алуымыз керек, содан кейін жаңа экспортты да жаңа ойлау керек. Нұржан Бауыржанұлы, рахмет, еңбегіңізге табыс тілеймін. Кәсіп ашып, еңбектенем деген жанға қазір бар жағдай жасалған. Қалауын тауып, істің отырын білсеңіз, сізде кәсіпкерлік қызметпен айналысыңыз, өкінбейсіз. Қажетті ақпарат, тиісті мағлұмат алғыңыз келсе, Ұлттық кәсіпкерлер палатасының жергілікті жердегі өкілдіктеріне хабарласыңыз. Амандықпен жүрсейік.